Сіздерге қайырлы күн. Менің атым Әнес Нұрәулет, Қазалы ауданы Әйтеке би кенті Жамбыл атындағы 233-ші мектептің 8-ші сынып оқушысымын. Бүгінгі алтын қазына көрмесіне әкелген өз жұмысымды таныстыра өтейін. Мен ағашты, теріні сүйікті өңдеу барысынша жұмыстар алып келдім. Бұл сырым мұрасы, тақырыбы жұмысым олай деп айтайын. Себебі қолтаты сыр өңірінде өмір сүріп, артына өшпестей мұра қалдырды. Оның дәлелі қазір өзінің ұлттық аспаптарымыз қобыз. Және бұл жерде көріп тұрғандай, қобыз атып отырған қорқытатын бейнесі. Бұл ана жылуы. Тақырыбы ана мен бала арасындағы сүйіспеншілікті білдіріп тұр. Бұл жерде аққула композициясы, аңшы, сырым мұрасы, олардың барлығы түрлі ағаш материалдарынан жасалынады. Бұл 8 орындық қамшылар. Бұл жерде қазақта кие тұтқан заттардың бірі оған. Кейде адамның орнына қамшы сүйіліп, дау жанжалды шешіп отырған. Қазақта қамшы өлшемін тұсам деген. Бұл 5 тұтам. Ассалаумағалейкум, уағалейкум ассалам. Қайда барасың? Қамсапқа, маған дағы кел. Осы сөз қазақта жиі тараған. Бұл жайлау композициясы. Бұл кең дала композициясы. Оның жасау жолдарын айта түсіндіре өтейін. Мен бірінші теріні өңдеп, бетіне сурет салып аламыз. Одан кейін күйдіргіш құралдарымен күйдіріп, әдемілеп лакпен бояп шығамыз. Бұл қой жамбасынан жасалынған қобыз. Қасына сәндік ретінде сиыр мүйізін қосамын. Сүйектен түсіндіре өтейін. Сүйекті бірінші суға қайнатып, әдемілеп, табиғи майын алып аламыз. Одан кейін өз қалауымыз бойынша түрлі бұйымдар жасаймыз.